Елдің әлеуметтік транзитін дамыту бағытында Атырау облысында да ең үлкен ірі жобалар қазіргі таңда жүзеге асырылып жатыр. Соған тоқтала кететін болсақ, бірінші мынау Ақтөбе-Атырау-Астрахань жолы. Атырау-Астрахань бөлігі негізі 277 шақырымды құрайды. Соның қазіргі таңда 272 шақырымына негізгі құрылыс жұмыстары аяқталып, көлік қозғалысына рұқсат берілді. Бер жағында қалған 5 шақырым жол. Оны біз бірінші санатқа ауыстыру мақсатында облысы коммуналдық меншікке алған болатынбыз. Қазір жобалық-сметалық құжаттамасын толықтай аяқтап бітірдік. Мемлекет сараптаманың оң қорытындысын алып, салалық министрлікке және Қазавтожолға бердік. Бұл сол министрліктер арқылы жүзеге асырылады, биыл басталатын болады ол жолдың жөндеуі. Бұдан басқа енді өздеріңізге белгілі, осы Астрахань жолы салынғаннан кейін көлік қарқыны 30%-ға асып отыр. Қазіргі транзиттік көліктердің бәрі қаланың ішімен жүреді бізде қозғалысы. Соған байланысты біз қазір Атыраудан айналма жолын құрылысын жүргізіп жатырмыз. Екінші бөлігі бұл Атырау-Ақтөбе бағыты. Ол жақта білетіндеріңіздей, бұл жолдың бойында негізгі біздің Атыраудың өндірістік мекемелері орналасқан, бұл KPI бар, Қарабатан бар, басқа да заводтарымыз бар. Соған байланысты көлік тығыны жылдан жылға біз ол бағытта өсіп отыр. Соған байланысты біз мынау Атырау-Доссор бағытына қосымша жол салу шешім қабылданған болатын. Соған қазір бір техника-экономикалық негіздемесін жасақтадық. Мемлекет сараптама қорытындысы алынды. Салалық министрлікке Қазавтожолға оны тапсырдық. Сонымен қатар біз қазіргі таңда жобалық-сметалық құжаттамасын жасақтап жатырмыз. Қазір министрлік тарапынан осыны қаржыландыру көздері қарастырылып жатыр. Бұдан басқа біздерде де өздеріңіз білесіздер, Маңғыстау бағытынан кеткен автокөліктер Ақтөбеге қарай бұрылу үшін Құлсары-Мұқыр жолын да былтыр жөндеу жұмыстары басталып кетті.